дәрежесі. Сонда біз 10-ның 9 дәрежесінің орнына осы өрнекті жаза аламыз. 10-ның 7 дәрежесі көбейтеміз, 10-ның 2 дәрежесі азайту, 10-ның 7 дәрежесі. Яғни бұл жерде бізде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару арқылы мына жерде 10-ның 2 дәрежесі қалады, азайту 1 тең болады 10-ның 7 дәрежесі. Жақшаның іші 10-ның квадраты 100, 100-ден 1-ді азайтсақ 99. Яғни 10-ның 7 дәрежесі көбейтеміз 99. Тең болады 10-ның 7 дәрежесі дегеніміз 7 0. Яғни 99 1 2 3 4 5 6 7 0. Яғни 990 миллион. Егер есеп шығаруда сізде де осындай қарапайым мәселелер жиі туындаса, біздің парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Әрине лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі біз пайдалы ақпараттармен жиі бөлісетін боламыз.